Вроцлавтың автовокзалына келдім. Бұл жерде жалпы автобуспен Чехияның астанасына қаратай жол жүріп кетсе болады. Одан ары Ольштинға, бұл Польшадағы шағын қалалар. Мына жерде мен тек қана Праганы көріп тұрмын, шетелден, яғни Чехиядан. Жалпы бұл Европа болғаннан кейін енді баратын жерлер өте көп. Экскаватормен жоғары көтеріліп көрейік, қандай екенін. Енді білмеймін, Европаның сол қарапайым қалаларының бірі, асып-тасып бара жатқанында ештеңкесі жоқ. Бүгін 24 қазан, және мен бұл жерде 1,5 күн боламын. Вроцлавтың неше түрлі музейларына және тағы да басқа жерлеріне баратын боламыз. Ал енді кеттік, мен осы жерден бір айналып көрейін. Мен енді дәл қазір Вроцлавтың автовокзалынан шықтым. Қазір енді мен өзім бұған дейін 2 күн бұрын Booking арқылы жаңағы хостел брондап қойған болатын. Сол хостелға барып орналасып, одан кейін жаңағы дос бала келу керек, Болгария, София қаласынан. Сол екеуміз бірге аралап, осы кешкі Вроцлавты көре жатармыз. Хостелге бара жатырмын. 10 минуттай болды жүріп келе жатқаныма. Бұлай жалпы қала жаман емес, ұнап жатыр. Өте әдемі екен. Қазір енді бір 15 минуттай жаяу жүріп хостеліне бару керекпін. Негізі хостелге бара жатқан жоқпын. Хостелге бара жатқан жолда бір дос балам күтіп тұр. Ол Болгариядан келді, София қаласынан. Оны мен кездесіп жолығып, одан кейін бірге барамыз хостелға. Сосын бүгінгі қазірге енді асып-тасып бартқан ондай план жоқ. Бір орталық көшелерін көріп, айналып қайтатын шығармыз ары кетсе. Ал одан кейін ертең жақсылап айналып шығамыз қаланы түгелімен. Sorry. Еуропалықтардың жаңағы не дейді ғой, менталитеті өте керемет та. Бір-біріне айғайлау, бір-бірін шұқу деген тема жоқ та бұларда. Жаңағы неше түрлі скандал, ұрыс, солардан қашады негізі бұларша. Қала тыныш емес секілді. Мына жерде бір нәрсе көріп тұрмын. Не екен? Мына жерде бір адамдар көріп тұрсыздар ма? Үстінен жасалған. Жақсы, ертең көреміз. Өте қарапайым және өте әдемі Вроцлав қаласы. Жаңағы автовокзалдан шығып жүріп келе жатқаныма шамамен 10 минуттай болды. Бірақ әлі осы 10 минуттың ішінде бір жаман жер көргенім жоқ. Өте әдемі, өте керемет. Осы светофорда дос баланы күтіп тұрған емеспін, дос балаға бара жатқанмын.
бір шамамен 1 километрдей жаяу жүру керек болған. Сосын артынан келіп біреу амандасады, мен қарасам Акбар шу. Как ты, брат? Откуда появился? Ты же вроде должен быть там. А здесь подожди. А здесь ты ждал? Серьезно, откуда меня увидел? Да, там. Че, куда идем? Хостел. Давай. И как тебе город нравится? Ну, пока ночь, пока ничего не увидел. Завтра, иншаллах, посмотрим. Да, Акбар шу айтып жатқандай, қаланы аралап көріп, жалпы қандай екен, жергілікті бір архитектурасы, музейларына барып, аралап, тамашалап көреміз. Осындай әдемі жерлер өте көп. Қала өте қатты ұнап жатыр. Қарапайым. Өте әдемі. Так, если посмотрю. Акбар шу телефон алдым дейді. Какой модель, брат? Honor 400 Lite. Қалай, жақсы ма? Қалай? Жақсы. Пойдет. На свои деньги он нормально. Құтты болсын, брателло. Мына жерде бір түріктің немесе арабтың бір кафесін көріп қалдық. Дендур дейтін. Қазір кіріп бір жүрек жалғауға басақ деп ойлап отырық. Акбар шу екеуміз. Ал кіріп көрейік оның ішіне. Tandoor good. Yeah. Жалпы осындай нәрселер бар екен. Ал достар, осындай донер, кебаб алдым. Осындай чаймен 32 злота болды. Бұл дегеннің шамамен 4700 теңгедей. Негізі қымбат, бірақ Европаға, жалпы Европаның бағаларына жаман емес болады. Өте әдемі. Вроцлавтың центрі, орталығы өте керемет. Жалпы. Cigarette? Lighter? No, my friend. Only. Oh! Where from? It's here? I am from here. Oh. Yeah. Do you speak Russian? Only Polish? Oh my God. Russian? Ал жаңа айтып кеткенімдей, Вроцлавта сәл. Бұл не екен? Олар кішкентай экономик сіздерге көріне ма, көрмей ма білмеймін. Етіп көрсетейін. Сәл кішкентай экономик ба, бірдеңке енді білмеймін. Не екенін білмеймін, достар. Енді осы бізде жалпы ұнап жатыр. Қала әдемі, кешке қаратай адамдар көшеде көп екен, жастар әсіресе барлығы ойнап күліп жүр. Енді мынау мен жүрген жер ол қазір Вроцлав қаласының қақ ортасы. Осы жерді қазір кішкене алдыға қаратай жүрсем, ол жерде тағы да әдемі архитектура болуы керек. Бұлай камераға түсіріп жүргенім алғашқы рет. Жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Мұндай бір профессионалды қабілеттерім жоқ. Осындай достар. Ал енді мен келдім, мінекей, қақ ортасына келдім. Вроцлав қаласының қақ ортасына келдім, қараңыздар.
Өте керемет жер. Айта алмадым мына әдеміні. Не деген әдемі десеңдерші. Дәл осы жерде бір жыл бұрын мен болғанмын. Класстасым Темірлан деген дос баламен бір жыл бұрын дәл осы жерде мен фотоға түскенмін. Инстаграмда бар. Қазір мен осы жерге белгілеп қоямын. Уақыттар деген қалай өтіп жатыр деймін да. Осы бір жылдың ішінде қаншама мемлекетке бардым, қаншама жерлерде болдым, Европаны араладым, бірнеше Азия мемлекеттерінде болдым. Өте әдемі жалпы. Керемет. Ал Акбаршо бауырымызға бүгін фотографпын мен деген. Ну-ка, брат, улыбаемся. Какие ощущения? Ощущения пока плохие, потому что люди не так хорошо себя ведут. Пока что не понравилось. Да. Ну давайте не будем говорить плохое, потому что мы всего лишь около часа находимся в этом городе. Посмотрим, завтра прогуляемся и будем делать выводы. Да. Ну, по-любому мы же не люди здесь пришли на людях посмотреть. Посмотрим город, красота, Польша. Что скажете, архитектура вот насчет этого? Архитектура нормальная, хорошая. Построили хорошо. Я обращаюсь на вы. Это мой друг. Акбаршо, я просто снимаю на камеру, из-за этого камераға түсіріп жатқаннан кейін енді жаңағы Акбаршоға вы деп сөйлеп жатқаным. Жалпы бұл менің досым болады. Тәжікстаннан бір-бірімізді шамамен 3 жылдай танимыз, білеміз. Осындай жалпы достар. Мінекей кезінде осы қалалардың барлығы, осы архитектура, мына үйлердің барлығы жойылған. Фашистік Германия түгелдей Польшаны талқандап тастады ғой. Содан кейін поляктар бірте-бірте әйтеуір әрең дегенде осының барлығын қалпына келтірді. Мынау алдымда тұрған неше түрлі жаңағы сары, қызыл, көк түсті ғимараттар, бұның барлығы негізінде шынайы емес, яғни бұл қолдан жасалған. Бұрынғы, бұл мен айтып жатқаным 1940 немесе 20 ғасырдан бері келе жатқан дизайн, архитектура емес. Бұның барлығы осы 2000 жылдары, мынау Польша соғыстан жаңағы немістерден құтылғаннан кейін салған ғимараттары. Бірақ кішкене 100 метр осылай шығып келіп едім. Бұл жерде орталық сияқты көрінеді. Да, мынаның барлығы клубтар, неше түрлі дәмханалар, неше түрлі жаңағы тамақ ішетін жерлер, магазиндер, дүкендер. Жалпы Акбаршо, менімше былай алдыға қаратай жүріп кішкене серуендеп қайтайық. Иә. Акбаршо енді сәл қазақша түсінбейді. Грилл хаус дейді, кебаб бар. Неше түрлі. Мына жерде адамдар төбелесіп жатыр. Не болған ешкім білмейді. Енді мынау Европада өзіме Польша қатты ұнамайды, өйткені Польшаның бір вайбы бір басқашалау да сәл. Білмеймін. Оның Польшаға келген жаңағы адамдар өздері түсінеді. Көңілімнен шығатын ел ол мынау Скандинавия елдері, Дания, немесе Швеция. Осыдан бір жыл бұрын Данияда болғанмын. Дания өте керемет.
бүгінге менің жұмысым Акбаршоны фотоға түсіру. Ал Акбаршоны фотоға түсіріп жіберейік. Friend zone is strong, but this one is pretty apparent. Cheers. Więc jakby nie musisz się aż tak stresować. No. Все. Pierwszy raz mam taką chemię, wiesz? Właśnie mój najlepszy przyjaciel Bartek siedział na samym końcu stołu. Ал енді өзімнің ойым. Жалпы аралап болдым, көрдім. Кешкі Вроцлавты Акбаршо екеуміз аралап шықтық. Ұнады. Енді асықпай хостелге барып, хостел шамамен осы жерлерде. Дәл осы көшемен бір 50 метр жүрсем, осы жерлерде болу керек хостел. Хостелге барып, орналасып, жайғасып, таңға дейін демалып, таңертең ұйқыдан тұрып, күндізгі, таңғы және түскі Варшаваны аралап, Вроцлавты аралап, сосын Варшаваға жол тартатын боламыз. Шамамен 20 минуттай болды, таппадық әлі. Осы адрес бойынша көрсетілген, бірақ білмейміз қай жерде екенін. Ну-ка, брат, покажи-ка себе фотку. Вот он. Міне осындай Макдональдстың жанында негізі вход. Бірақ тура қай жерде көрсетілгенін таппай жатырмыз. Менімше осы жер секілді. Дәл өзі, таптық. Дәл алдымызда тұр екен, таптық хостелді. Ал енді кіріп көрейік, ішінде не бар екен. Қазір көреміз. Знаешь пароль? 31-93. Ну-ка, попробуй. Zamknij pizdę, bo cię wypierdolę. O, za 10 minut będzie. Хостел осындай. Опа. Доброе. Ты поговори, пожалуйста. Я не понимаю, или вы разговариваете на русском языке? Not? Окей. Жалпы хостел осындай. Керемет, өз бағасына сай деп ойлаймын. Болады. Хостелға көтеріп келе жатырмын. Жалпы білмеймін енді, жоғары көтерілетін секілдіміз. Немесе мына жерден кіреміз бе, Акбар? Ашып қойшы мына. Дәл өзі. У нас какой рум? У нас не здесь, брат. Давай поднимемся тогда. Басқа бір бөлмеге кіріп кетіппіз. Қазір жоғарыға шығып көреміз, қай жерде орналасқанын. Бұл документтер. Отсюда заходим? Да. А, может сюда? Открылась? Хорошо. Так, у нас 203? Да. Давай, заходи. Хостел тыныш. Қазір ішін көретін боламыз, қандай екен. Адамдар ұйықтап жатқан сияқты.
Ал барлықтарыңызға сәлем. Ұйқымнан тұрдым. Хостелдің іші осындай. Негізі жаман емес. 70 злотыққа болады деп. Осындай жаңағы телефон қуаттайтын. И мындай фонаригі бар, кішкентай. Шкафтары бар екен. Мынақа киімдерін салып қойсаң болады. Өте әдемі. Және Вроцлавтың орталығына осындай көрініс ашылады. Дәл осындай витпен боянғанға не жетсін деймін да. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Өте керемет. Өте әдемі. Туристер қаптап жүр. Шіркін-ай. Мынау не кетіп бара жатыр еді, ана қаратай? Алтын адам сияқты болып киініп біреу кетіп бара жатыр. Дәл осыны кеше түнде түсіріп едім. Қазір енді таңертең күндіз қарап көріңіздер, қандай керемет екен. Неше түрлі түсті ғимараттар, үйлер. Өте әдемі және қарапайым Вроцлав қаласы. Наоборот? Да. Ну давай. Назад тогда. Starbucks бар екен. Бәлкім бір Starbucksқа кіріп кофеден ұрып жүреміз ба деп қоямын ба? Иә. Мына жерде неше түрлі магниттар бар екен. Жақсы, мен магнитке ақша құртпай қойын. Қаланың архитектурасы өте әдемі. Кеше түнде дұрыс көрінбеп еді. Мінекей енді таңертең өте әдемі болып тұр. Қандай керемет. Бұндай витті көрген де арманда, көрмеген де арманда. Өте әдемі. Мына жерде не бар екен? Біз қазір қаладан орталығынан сәл бір 2 километр жерге бара жатырмыз. Негізі ондай бір нақты бір баратқан жеріміз жоқ. Жай айналып, көріп, не бар екен жолда бір. Осындай жүріп келе жатырсың, жолда бәрі бір керемет әдемі жерлерді көресің да. Бүгін барынша тез Вроцлавты аралап көріп
Одан кейін Варшаваға жол тарту керек. Артында тұрған ғимарат өте әдемі екен. Бұл менімше жаңағы вокзал дейді ғой, железнодорожный. Сондай бірдеңке. Өте жаңағы колоритный қала екен. Неше түрлі бояуда. Ал алдымда Польшада кеңінен таралған жапка дүкендерінің бірі. Бұл өте бір танымал дүкендердің бірі да, біздегі Қазақстандағы Магнум сияқты. Өте танымал, өте сондай бір кеңінен таралған дүкендердің бірі десем болады. Ал ішіне кіріп көрейік, не бар екен. Жүріңіздер менімен бірге. Мен бір энергетикалық ішсем бе деген ой бар. Мінекей. Монстрдың бағалары 5 злота. Бұл деген шамамен бір 750 теңгедей. 700 теңге. Судың бағасын көрсетіп жіберейін. Бір жарым литр судың бағасы 3 злота. 60 злота. Осындай шағын дүкен. Бұл жапка дүкені Польшада өте көп, кеңінен таралған. Әрбір қуыстарда кездестіресің. Қаланың түкпір-түкпірінде осындай кішкентай экономиктар таралған өте көп. Бұлар жалпы қаланың бір әдеміліктерінің бірі. Мына жерде қараңыздар. Трамвай бар екен. Негізі бұл гномиктар Вроцлавтың ішінде көп жаңағы, көп қалай айтсам болады. Вроцлавта жалпы жан-жаққа таралғанда бұлар әр жерде бар. Шамамен бір 700 штуктай бар. 700-дей. Өте көп. Бұларды бір іздеп жүргеннің өзі бір ойын ғой негізі. Мынау трамвайлар кетіп бара жатыр. Корейский ресторан ғой деймін, мынау сәл шағын. Кішкентай ғана. Мінекей. Жаңа ғана айтқан жапка дүкені алдымнан шықты. Екіншісі. Бұл айналып жүре берсең өте көп. Кеңінен таралған. Польшаның нарығына жақсылап бір отырған, орналасқан дүкендердің бірі ғой. Бұл қандай ғимарат екенін білмеймін. Бірақ өте әдемі жер екен. Ана жерде королева, принцтар суретке түсіп жатыр. Жандарында қасқыр бар екен. Волк па, не анау? Өте қорқынышты. Өте қорқынышты және өте әдемі жер екен. Таңғаларлық. No de los 2 años de botánica, María, que nos salieron caros. No, no, tía, que te que si no te los 2 años. No me lo iba a comer, pero que Excuse quería me? verlo. Ya que pagamos 2 veces el dólar. Өте әдемі жер. Королевамен суретке түсіп жатыр. Олар явно тегін түспейді ғой. Ақша алады. Акбар қайда кетіп қалды? Акбар, шо? Куда ты делся? Ол да архитектурасын көрдік. Ғимараттың әдемі екенін көрдік. Енді басқа жерге барайық. Құрсын. Вот он.
Вроцлавтың орталығында осындай керемет бульвар бар екен. Серуендеуге жаңағы қайық, сол сияқты корабльдерге отырып круизде жүргенге өте керемет жер екен. Мына жерде қарасаңыздар, мынандай локациялар бар. Негізі өте әдемі. Қала өте әдемі ұнап жатыр. Қазір осы Вроцлавтың орталығын тағы да 1-2 сағат айналып көріп, одан кейін жаңағы бір музей бар бұл жерде. Шағын қалашық, осы жаңағы железнодорожный вокзал, поезд, үйлер, бірақ кішкентай мүсінде құралғанда адамның беліне дейін келетін. Калейкова деп аталады. Вроцлавтың орталығында орналасқан музей. Сол жерге барып көретін боламыз. Ал қазір мен мына жерлерде осы жерде орналасқан бульварда сәл саяхаттап серуендеп қайтайын. Ал енді қаланы қарап болдық, көрдік. Өте әдемі екен. Брат Акбар, что скажешь? Город красивый, много исторических мест. Архитектура хорошая, старая, красивая. Похож на аналог Франкфурта. Кёльна. Архитектура похожа на вот это. Спасибо. Да, очень красиво. Старый, но очень красиво. Я Акбар шо дұрыс айтып жатыр. Қала өте әдемі. Жалпы мынау Германиядағы Кёльн қаласына сәл ұқсайды деп жатыр. Онысы бар. Келсем, өйткені 2025-тің маусым айларында мен Кёльнде болғанмын. Өте әдемі қала. Және Вроцлав пен Кёльн бір-біріне қатты ұқсайды екен, байқағаным. Білмеймін, сіздер енді қалай түсінесіздер, бірақ өзімнің жаңағы көзіммен қараған кезде қазір Вроцлавта жүрмін, как будто Кёльнда жүрген сияқтымын. Өте әдемі қала деген. Енді қазір тағы да бір орталығында айналып көріп, одан кейін музейларға барайық. To jest rzeźba ważnej dla Dolnego Śląska osobistości. Қалада әдемі жерлер өте көп екен. Осындай неше түрлі церковь тема ғимараттар өте көп. Әдемі. Вроцлав қаласы өте әдемі екен.
Ал Вроцлав қаласында күн сәл салқындау, 12 градус болып тұр. По ощущениям как 5 градусов. Қараңыздар, желді қараңыздар, мүмкін емес. Өте қатты жел соғып жатыр. Артындағы фонды қараңыздар, қандай әдемі. Жел соғып өте керемет болып тұр. Негізі саяхаттайтын, серуендейтін ауа райы ғой жалпы. Өте әдемі. Керемет болып тұр. Аралап болдық. Все посмотрели, брат. Теперь Едем в какой-то музей, чтобы изнутри посмотреть я барып, красоты Вроцлава, изнутри посмотреть. я дұрыс айтады. Барып Вроцлавтың кереметін іштен көріп қайтайық, енді музейден байқап біліп дегендей. Өте әдемі екен, өте әдемі. Бірақ жел, мына Польшаның желі, суық желі, айта алмадым. Біздің дәл Астананың желі секілді ғой. Өте салқын, сондай неприятный, андай. Не, в Астане еще холоднее там. Астанада одан да суық деп қояды. Енді желін айта алмадым, бірақ өте суық. Мен қазір мына қолымда камера ұстап келе жатырмын. Қолым қатып қалды. Қып-қызыл болып, мұздай болып қатып қалды. Вроцлавтың тарихы 10 ғасырдан басталады. Бастапқыда ол Слезия князьдігінің астанасы болған. 11 ғасырда қала поляк корольдігіне кірді. Кейін Богемия, қазіргі Чехия билігінде болды. Ал қазіргі Вроцлав Польшаның ең ірі және әдемі қалаларының бірі, мәдени, білім және технология орталығы. 2016 жылы қала Еуропаның мәдени астанасы атанды. Өте керемет және өте әдемі қалалардың бірі. Тек қана Польшадағы емес, Европадағы. Вроцлав қаласының тарихы өте үлкен. Ежелгі қалалардың бірі осы Польша мемлекетіндегі. Оны мынау артында тұрған архитектура, осындай керемет ғимараттардан ақ байқауға болады. Аралап жүретін болсақ, қалада қарайтын нәрселер, қарайтын жерлер, баратын жерлер өте көп. Мынау артында тұрған Одра деп аталатын өзен Вроцлавтың орталығында орналасқан. Осындай керемет көріністі көріп келе жатырмын. No bo im ciężko tak. Są. Міне, бүгінге осы 3 сағаттың ішінде tylko mówię o nim. шамамен бір 10-нан астам шапка дүкенін көрген шығармын. Өте көп. Қуыс-қуыстарда орналасқан. Қазір трамвайдың ішіндемін. Каликова музейіне бара жатырмын. Каликова музейі осы жерде орналасқан. Велка остановкасында, аялдамасында. Тағы да 3 аялдама жүріп, Велкадан түсетін боламыз.
Ал жол ақысын осы турникет арқылы төледім. Картамен төлесеңіздер болады, банк картасы арқылы. Осы жерге картаны қоясыздар. Сіздерден 460 злота шешіп алады. Ешқандай қиындық жоқ. Қалада жүріп тұру оңай. Автобустарда, метро, трамвайларда жол ақысын төлеу де оңай. Карта болса болды. Каспий болып та бола береді. Трамвайдан шықтық. Қалада жаңбыр жауып тұр. Галикова музейіне келдік. 200 метрдей жаяу жүрсек. Қазір музейдің өзіне де кетіп боламыз. Келдік ба? Да, прям. Глово курьерлары. Бұл Глово тек қана Польшада емес, Қазақстанда бар. Бізде Алматыда. Желді айта алмадым енді. Өте қатты жел соғып жатыр. Музей қай жерде екен? Музей қай жақта екен? Ал сонша іздеп келген музейімізге, іздеп жүріп келген музейімізге келдік. Галикова музей. Жайласында музей. Қазір ішіне кіріп, қандай музей екен, не бар екенін бірге көретін боламыз. Ал кет.
Достар, егер Вроцлав қаласына келіп жатсаңыздар, міндетті түрде Каликова музейін көріңіздер. Бұны өз көзіңізбен көру, ол вообще басқа вайб. Негізі қазір бұлай камерадан онша қызық емес болып көрінетін шығар. Бірақ ойланып қарайтын болсаңыздар, бір үлкен нәрсе ғой негізі адамды ойландыратын. Әркім өзінің өмірін сүріп жүр, ешкімді шұқымайды. Біреулер мына жерде қараңыздар, съемкаға түсіп жатыр. Біреулер ремонт жасап жатыр. Велосипедтер тұрақта тұр. Таксист Яндекста өзінің заказын күтіп тұр. Мына жерде трамвай келе жатыр, Төле би қиылысында. Керемет. Jingle all the way. Ойбай қыс келді жаңа жылда ей. Аптай аяз атамыз. Мінеки жаңа жыл 2026 ей. Жаңа жыл келді мінеки. Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. Оның ханы was today, оның харындай. Jingle bells, jingle bells, jingle away. Jingle bells, jingle bells. Музейдің ішіндегі шағын дүкен. Дәл жаңағы мен түсірген жердегі кішкентай машинелер, ойыншық машинелер. 25 злота, 34 злота. Міне, маған керегі осы ғой. 15 злота. Магнитика. Саяхатқа барғаны. Адамдарсыз барлығы бұны біледі ғой не екен. Міндетті түрде бірдеңке көтеріп келу керексің әйтеуір үйге. Достарың барлығы жазады. Ой, қаяқта жүрсің? Саяхатта жүрсің, маған бір магниттік ала келші. Маған бір кішкентай бір нәрсе ала келші, естелік деп. Оны апармасаң тағы ренжиді. Жалпы саяхаттаңыздар, достар. Саяхаттау деген негізі керемет нәрсе ғой. Ел көріп, жер көріп, кішкене көзің ашылады. Өмірге деген құлшынысың ашылады. Керемет негізі. Кепкам ұшып кетпесе болғаны. Кепкам ұшады қазір. Ал енді қарапайым бір ауданға келдім. Бұл жерде өздерің көріп тұрғандай қарапайым көліктер, қарапайым үйлер, домдар. Осындай Вроцлав. Жалпы келген мемлекеттің, көрген қалаң осындаймен қызық қой. Керемет аудандармен, және қарапайым аудандармен, керемет жерлермен деген сияқты. Сол қазір өзбек ресторанына барып, жақсылап тамақ ішіп алу керек. Одан кейін Вроцлавты дальше больше аралайтын боламыз. Қарап отырыңыздар, лайк басып, комментария жазып. Przepraszam? Z Połyczkiem daleko jeszcze? English, maybe? Nie, z Połyczkiem czy daleko jeszcze? Nie rozumiem, przepraszam. Nie rozumiem. Nie rozumie Nie pan, jak rozumiem. z Połyczkiem wziąć. Ale rozumiem, ale little. Polski little. Troszkę. Malko. Kurczę, jak dojść z Połyczkiem? Do ulicy z Połyczkiem. Połyczkiem? Tak. Maybe, where you from? Może. Here. You Polish man? Ja Polish, tak. Dobre. Nie rozumiem, przepraszam pana. A, Przepraszam. z Połyczkiem pan nie słyszał.
Ulica z połyczkiem. Полиция, полис? Ulica, tak. А, улица. А, не Ulica знам. z połyczkiem. Не знам. Ана. Pan nie zna, nie brał z Не połyczkiem. знаю. Może kiedyś pan weźmie. Добре, пана. Пана, что говорит? Nie poнял. Я вот только что понял. Бұл кісі жолды сұрап жатыр екен. Улица Полюшка дей ма, бірдеңке дейді. Қай жер екенін білмеймін ол Полюшканың. Аялдамаға келдік. Бірақ бұл аялдамада ешкім жоқ. Біз күтіп тұрған 127-ші автобус жаңа мынау кольцодан бұрылып кетті оңға қаратай. Қазір көрейік, 5 минуттай күтіп. Егер де келмесе, онда алдымызда тұрған аялдамаға баратын боламыз. Қайда жүр екен бұл автобус? Біз жаурап кеттік. Қолым деген қатып қалды. Келе ме екен, келмей ме екен бұл автобус? Қайда жүрсің, қайдасың, айтшы, келші, өтініш. Мінекей мен осындай лагман алдым. Нан мен және осындай кішкентай сок. Екі адамға акбарша өтемізге бұл болды 70 злота. 35 злотадан бір адамға. Ал мен қазір келдім өзбек ресторанына. Осындай кішкентай ғана өзбек рестораны. Ал қазір тамақ ішіп отырғандарыңыз болса, ас болсын. Өте керемет, өте дәмді екен. Вкусно? Дұрыс айтады Акбар. Жаппай дүкендері. Осымен 50-ші дүкенді көріп жатырмын. Қателеспесем.
Ал достар, бүгінге Вроцлавды қарап болдық. Керемет жерлеріне бардық. Өте әдемі қала екен. Ал енді қазір біз Варшаваға жолға аттанатын боламыз. Варшаваны көреміз. Тамашалап отырыңыздар, көріңіздер. Варшавада әлі талай қызықтар болады. Қаланың шетінде тағы да бір жапка. Ал енді мен Акбар екеуміз Вроцлавды түгелімен аралап шықтық. Көретін жерлердің барын көрдік. Баратын жерлердің барлығына бардық. Қазір осындай автовокзалға келіп отырмыз. Қазір шамамен бір 40 минуттан кейін Варшаваға жол жүреміз. Міне мынау кетіп бара жатқан Фликспас автобусымен Варшаваға жол жүреміз. 15 минуттан кейін. Осы автобус емес, дәл осындай, осыған ұқсайтын автобус болды. Біздің саяхат аяқталды. Вроцлавқа деген аралап көрдік. Енді Варшаваға барамыз. Варшавада қызық болады деп ойлаймын. Сондықтан да қарап отырыңыздар. Бұл видео әлі бітпеді. Лайк басып, комментария қалдырып отырыңыздар достар. Біз осы автобуспен қазір Варшаваға қарай жол жүреміз. Қайтып бара жатырмыз. Болды, Вроцлавтағы саяхатымыз аяқталды. Енді қайтамыз. Да, брат? Уезжаем?